Қайырлы күн, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Сіздерге бүгін 14-ші апта, яғни қазақ мемлекетін жаңғыру туралы айтып беретін боламын. Бірінші сұрақ, КСРО-ның ыдырауы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жариялануы. Қазақстан Республикасының КСРО-ның ыдырағаннан кейін Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Яғни 1980 жылдардың соңында КСРО экономикасы терең дағдарысқа түсті. Негізгі себептері жоспарлы экономиканың тиімсіздігі, өндірістің құлдырауы, тауар тапшылығы, әлеуметтік мәселелердің ушығуы және ұлтаралық қақтығыстар. Және де сонымен қатар Горбачевтың сол кездегі қайта құру жариялық саясаты дағдарысты тоқтата алмады. Керісінше жүйедегі әлсіздіктері айқын көрсетті. 1991 жылдары Балтық елдері, Кавказ және Орта Азия республикалары әрқайсысы жеке-жеке өздерінің егемендіктерін алып бастады. Өздері декларация қабылдады. Орталық билік әлсіреген сайын одақтас республикалардағы арасындағы өз дербестігін күшейтті. Яғни өз еліне жеке тәуелсіздік сол кезде белең алды. 1991 жылдың тамыз бөлігі КСРО-ның ыдырауын тездетті. Мемлекеттік төңкеріс әрекеті сәтсіз аяқталды. Содан кейін одақтық саяси беделі біржола жоғалды десек те болады. Осы тарихи кезеңде Қазақстан егемендік жолына қадам басты. Яғни 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның егемендік туралы декларация қабылданды. Бұл құжат Қазақстанның өз жеріне, экономикасына, табиғи ресурстарына тәуелсіз түрде иелік ету құқығын бекітті. Ал нақты тәуелсіздікті біз 1991 жылы 16 желтоқсанда жарияланды. Бұл күн Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні болып бекітілді. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ мемлекетіне президент болып сайланды. Және де келесі сұрақ бізде нарықтық қатынастардағы қалыптастыру және шетелдік инвестицияларды тарту. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан жоспарлы түрде экономикадан нарықтық экономикаға көшу міндетін алды. 1990 жылдарында басында елде инфляция өте жоғары болды. Кейін содан шаруашылық байланыстар үзілді, өндірістер құлдырады, жұмыссыздық артты. Сондықтан экономикалық реформалар терең әрі жедел жүргізілді. Нарықтық реформалардың мақсаттарына келетін болсақ, бірінші бұл жекешелендіру, яғни мемлекеттік кәсіпорындарды жеке меншікке берілді. Яғни кім көп инвестициялар соларға берілді. Одан кейін бағаларды ырықтандыру. Тауар бағалары мемлекет емес, сұраныс пен ұсыныс анықтайды. Ұлттық валютаны енгізу. 1993 жылы 15 қарашада теңге айналымға енгізілді. Бұл дербес қаржы саясатын жүргізуіне мүмкіндік берді. Және де инвестициялық саясат. Қазақстан шетелдік инвесторларға қолайлы жағдай жасап, ерекше көңіл бөлді. Яғни салық жеңілдіктері болды, инвестициялық келісімдер болды, тұрақты құқықтық орта болды. Соның нәтижесінде 1990 және де 2000 жылдар аралығында Қазақстан ТМД бойынша ең көп шетелдік инвестициялар тартқан мемлекетке айналды. Мұнай газ секторын дамыту одан кейінгі мәселе. Бұл теңіз, Қашаған, Қарашығанақ сияқты ірі кен орындарына әлемдік ірі компаниялар инвестиция құйды. Бұл экономикалық өсудің негізін қалады. Реформалар нәтижесі осы 5 реформа болды. Осы нәтижесіне келетін болсақ, экономика бір қалыпты тұрақтанды, нарықтық инфрақұрылым қалыптасты, шетелдік инвестициялардың арқасында жаңа технологиялар келді, жаңа капитал келді. Жаңа жұмыс орындары ашылып, адамдарға жұмыс берілді. Яғни жұмыссыздықтың саны азайттық десе болады. Қазақстан жаһандық экономикаға кірігіп, орталық Азиядағы ең тұрақты әрі тартымды мемлекетке айналды. Яғни осы КСРО-ның ыдырау нәтижесінде Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасты. Нарықтық реформалар мен шетелдік инвестициялар тарту саясаты еліміздің экономикалық дамуына негізін қалады десек болады. Одан кейінгі үшінші сұрақ, тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстан этнодемографиялық жағдайы, шетелдердегі қандастарымыз Қазақстанға оралу үрдісі. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан этнодемографиялық құрылымы елеулі өзгерістерге ұшырады. Кеңес дәуірінде республика көп ұлтты тұрғындар қалыптасқан еді. Яғни бізде көбіне қазақтардың үлесі 47%, ал орыстардың үлесі 37% болған еді. Және бізде орыстардан бөлек украиндер, немістер, татарлар және басқа этностар өмір сүрді.
Одан кейін Қазақстан тәуелсіздік жылдары бірнеше маңызды демографиялық үрдістер пайда болды. Қазақ халқының өсуі, яғни 1990 жылдарда Қазақстанның таза қазақтар 40%-ға жетпейтін болса, ал одан кейінгі 2020 жылдары уже Қазақстан қазақтары 70%-ға жетті. Яғни табиғи өсім жоғары болды. Шетелдегі қандастар елімізге қайтадан оралды. Енді иммиграциялық процестерге келетін болсақ, 90 жылдардың басында экономикалық қиындықтарға байланысты елден орыс, украин және неміс басқа да этностардың бір бөлігі тарихи отандарына қоныс аударды. Бұл процесс этнодемографиялық көрсеткішке әсер етті. Одан кейін көші-қон саясаты және қандастарды қолдау. Қазақстанда оралман мәртебесін енгізіп, тарихи отанына оралғысы келетін қазақтарға арнайы қолдау бағдарламасын жасады. Оралмандар көбінесе бізде осы көршілес Қытайдан, Өзбекстаннан, яғни Моңғолиядан, Түркменстаннан, Ресейден, Түркия сияқты елдерден келді. Мемлекет тарапынан оларға жәрдемақы көрсетілді, тұрғын үй берілді, әлеуметтік қолдау жасалды, бейімделу орталықтары ұсынылды. Осы бір 30 жылдың ішінде миллионнан астам қандас Қазақстанға қайта оралды. Бұл қазақ халқының этнодемографиялық тұрақтылығын күшейтіп, мәдени, рухани тұтастықты нығайтты. Урбанизация және көші-қон келетін болсақ, тәуелсіздік жылдары халықтың қалаға көшу қарқыны артты. Яғни қазір бізде 3 мегаполис Алматы, Астана, Шымкент сияқты қалаларымыз өте жылдам өсіп жатыр. Бұл экономикалық және әлеуметтік инфрақұрылымға әсер етті. Және де бізде келесі сұрақ, яғни соңғы сұрақ, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттағы белсенділігі. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан көп векторлы, яғни сыртқы саясатқа жүргізу бағытын танады. Олар Қазақстан бір ғана елге тәуелді болмай, көптеген одақтар, яғни мемлекеттерге келісім жасады. Мысалы, Ресей көршіміз Қытай, мұхиттың ар жағындағы Америка сияқты мемлекеттермен және Еуропалық одақтар, яғни сосын өзіміздің түрік бауырларымыз Түркия мемлекетімен әріптестік деңгейде қарым-қатынас жасады. Және де одан кейінгі басты мәселе осы Семей полигонын жапты, яғни ядролық қарудан бас тартты. 1991 жылы Семей полигонын жауып, әлемдегі 4-ші ядролық арсеналдан ерікті түрде бас тартты. Бұл шешім елімізге жаһандық қауымдастықта сенімін арттырып, бейбітшілік бастамаларының көшбасшысы ретінде танытты. Халықаралық ұйымдардағы рөліміз бізде Біріккен ұлттар ұйымына кіреді, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және де ТМД-ға біз 1992 жылы қосылды, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығына. Және де 2010 жылы Қазақстан ЕқІ төрағасы болды. Одан кейін 2011 жылы Астанада алғашқы саммит өткізілді. Ал 2017 жылы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі болып сайланды. Бұл еліміздің халықаралық беделінің жоғары екенін көрсетті. Экономикалық дипломатияға келетін болсақ, Қазақстан шетел инвестицияларын тартуда айтарлықтай табысқа жетті. Яғни мұнай, газ, тау-кен, көлік логистикасы және де ауыл шаруашылығы, яғни мал шаруашылығы жағынан және де өзіміздің ұн, астық сату, өнер экспорттар шығарып бастады. Және де аймақтық қауіпсіздік және бітімгершілік. Қазақстан Сириямен келіссөздері және Ауғанстан тұрақтылығына байланысты халықаралық диалог алаңдарын ұйымдастырды. Және де қорытындылай келетін болса, Қазақстан тәуелсіздік жылдары халықаралық аренада сенімді, жауапты, бейбітсүйгіш мемлекет ретінде танылды. Көп векторлы саясат елдің қауіпсіздігін нығайтып, экономикалық дамуын қамтамасыз етті десек болады. Назарларыңызға рахмет.